Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бір әңгімені айтып беремін, соңына дейін тыңдаңыздар. Ортамызда қалатын әңгіме. Бәріне сәлем. Ортамызда қалатын әңгіме ғой. Мен де сіздерге өзімнің балдызымның селкасын алғанымды айтып бергім келіп отыр. Негізінде ойнап отырып кіріп кеттік. Бастарынан өтеді ғой жақсы жезде мен балдыздың. Қазір ол балдызымды үйлі жайлы екі бөпесі бар. Басынан бастап қалай болғанын баяндап берейін. Келіншегім біріншісі босанып 1 жыл болғасын жұмысқа шыққан болатын. Қысқа қарай жұмыс орнына помещениеға барасың деген соң қысқа каникулда үйге балдызым келген болатын балаға қарауға. Менімен қатты әзілдесетін, көтерші деп ерелейтін, ол кезде жасы 13-те 14-ке қараған кезі. Кешкісін жұмыстан келген соң тамағымды ішіп алып, телевизорда қызық еш нәрсе болмаған соң жатайын деп спальныйға кеттім. Балдызыма мен ұйықтаймын деп жұмыста жігіттермен шамалап сілтеген болатынмын. Бала балдызымның қасына ұйықтайды, тілі анық болмаса да тәтелеп қасынан шықпайды. Екеуі жақсы ойнайды, дүрсілдетіп жүгіріп қуалап ойнап жүрген болатын. Бір кезде менің жатқан бөлмеме кіріп келді. Балам папалап үстіме секіріп, балдызымнан қашып көрпеме кірді. Көрпені жүйіп үлгермей, балдызымда жүгіріп келіп үстіме отыра кетпейсің ба? Іш киімім жүр, мен тұрсиынмен жатырмын. Емшектері енді тебіндеп өсіп келеді, бойы өз дене пішініне сай. Жұп-жұмыр толқысып келе жатқан жуан сандарын үстімен асырып отыр. Баланы қытықтап ойнап қояды. Келіншегімнің кеткенінде бір жеті болып қалған. Жартылай жалаңаш денесін көргесін қотағым да қарап жатпай тұрып кетті. Балдызым да ойнап отырып, байқатпай маған көз қиын тастап қояды. Жайлап балдызымға сездірмегендей мен де жатырмын. Отыра берсем деп бала ойнап менің қасымда. Бала ойнап үстіме талтайып отырып алған. Балдызымды сен бе пәленшеге тиісіп жатқан деп арасында кеудеме қысып құшақтап қоямын. Жайлап бірте-бірте қотағымның үстіне отырғыздым. Тұрсыйдың сыртынан астына батып тұр. Білем, қозғалып қояды, анда-санда екі бетіне қан жүгіріп тұрғысы келмей отыр. Әлсін күліп қояды. Тұрайын десе құшақтап қоямын. Не керек, бала да ойнап жатып ұйықтап кетті. Сосын санын сипап, емшегін іш киімнің ішіне жайлап сипап, өзіме тартып қойдым. Сүйрік қамыстай сүйір емшектерін жайлап сипап қоямын. Астының қотағым біліп тұр, ол да бір зомби болып қалған, қозғалмайды. Сипай берші дегендей, жайлап сипалап, арқасын сипап, өзіме қарай тартып сипалаймын деген едім. Ол иығымен сүйіп алды. Сосын айттым, сыртынан жайлап үйкелеш деді. Екі беті розовый светке бөлініп, кеудемнен ұстап алып үйкелей бастады. Тұрсиы қатты батып барады. Менікі шешіп тастайық деп айтып, бұтындағы тұрсиын сыпырып тастадым. Сөйтіп өзімді шештім. Жалаңаш амымен қотағымның үстіне үйкелеп отыр. Шылқып су болып кеттік. Бойынан жіберіп отыр, білсем, көздері мөлдіреп, рахатқа бөлінген кезінде кеудеме арқасынан жайлап, өзіме қарай тарттым. Ол да үстіме емшектерін төсеп жата берді. Қотағым бөсеніп, амының тесігіне жайлап іздей бастады. Балдызым рахат сезімге бөлініп, көт жағын көтере бергеніне, сол еді тесікке дәл келді деген кезде резке сілкіп қотағымның ұшын тығып алдым. Мә деген айқаймен қатты да қалды. Ей, тұрып кетпейді де, үстіме құламайды. Қалшиды да қалды. Қотақтың басы кіріп кеткен балдызы он жоқ. Бір сәтте соң қотағымды бойлап жыл етіп қан жылжып ағып бара жатты. Жалғасы бар, кейін жазамын.